мысалы үшін қазір 2001 жастарда, ер адамдарда, үлкен адамдарда аденoma простата деген білесіздер ғой ауру. Сонымен көп ауырады. Жастарда көбінде жастар ауырып жатыр қазір. Содан маған бір жас келіншек келді, менен крем алған. Содан отырды айтты, ұятта болса айтайын, маған ана кремді ер адамға қалай қолданады деді. Содан мен айттым, сен аузына сал, сосын мына екі қуырттың тұсына жақ, бәрін енді не қылма, ұялма, барғаннан кейін өзің жолдасың ғой, жақ дедім. Содан жағып, бір 15 күндей болған, соң кеше кездесіп күледі маған қарап, не болды деп, анау жанына жатпаушы еді. Күндігіп жанына жатып алатын болды. Не болды деп? Бәрекелді. Ана екінші жаққанда мына састық, мынаны қайдан жағып жатсың деп айтты дейді. Жақтырмады. Жақтырмады дейді. Енді бір күн қарасам көрпенің астына тығып алып өзі жағып жатыр. Әй не болды деп? Сенің кремің ғой деп айтады. Енді